Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге iHerb приложениесімен қалай заказ беру керек екенін сіздерге көрсетіп жіберемін. Ол үшін App Store немесе Play Market'тен iHerb'ті тартып аламыз приложениесін. Одан кейін кіргеннен кейін осылай бүкіл витаминдердің түрі көрінеді. Келесі адамның белгісін басып, өзіміздің басты бөлімімізге өтеміз. Міндетті түрде язык валюта дегенге кіріп, Қазақстан, өзіңізге керекті тіл және де валютаны теңгеге айналдырып алыңыздар. Келесі аккаунт дегендегі профиль дегенді басамыз да, осы жерде толығымен толтырып шығамыз. Аты жөн, телефон номер, почтамызды, яғни паролімізді қойып, адресімізді міндетті түрде енгіземіз, яғни өз қалаңыздағы индексін, аты жөніңізді қойып, облыс, қаланы жазып, және де көшеңізді, үйіңіздің номерін барлығын жазып қоясыз. Осы басты беттегі барлық бөлімдеріне кіріп, керекті толтыру керек жерлерді өзіңіз көріп шықсаңыздар болады. Өте оп-оңай, заказ, яғни тапсырыс беруден қорықпаңыздар. Бастысы адресіңізді дұрыс жазсаңыздар болды. Аты жөніңіз және де өзіңіздің аваға суретіңізді қойсаңыз болады. Способ оплаты және де таможняны заказ берген кезде толтырып жіберуімізге болады. Енді заттарды іздейтін болсақ, үйшік белгісін басып, төбесінде поисктің iHerb дегенге керек заттарыңыз жазасыздар. Мен мысал ретінде йодты жаздым. Яғни міне йодқа кірсем, бұл зат жоқ екен, нет в наличии деп тұр. Басқа йодтарды көрейік. Ол да жоқ. Бар затты алып, яғни корзинаға саламыз. Егерде бұл товар жоқ болса, уведомите меня деген бассаңыз, почтада сізге келген кезінде сообщение болып келіп тұрады. Затымызды, таңдаған заттарымыздың бәрін корзинаға қарай жинаймыз. Корзинада барлығы тұрғаннан кейін таңдап заказ беруіңізге болады. Міне мына йодты корзинаға саламыз. Және де бұның отзывтарын көріп шығамыз. Отзывтарын барлығын толықтай оқып шықсаңыз болады. Міне менде корзинаға салынды. Корзинада менде біраз витаминдер дайындап қойғанмын, сатып алатын. Міне керек емес затты жанына қарай жылжытып, өшіріп тастай беруімізге болады. Астында толық заказдың суммасы тұрады. 20 000 теңгеден асса, доставка тегін, яғни жеткізу. Сонымен қатар промокодтар теру арқылы сіздер тағы да скидка ала аласыздар, жеңілдіктер. Негізі бұл сайтта өзіне жеңілдіктер болып тұрады. Промокодпен одан да тағы да жеңілдіктер алып алуымызға болады. Мысалы, осы бағаларды көрсеңіздер, онлайн магазиндерде едәуір қымбатырақ тұрады. Мына витамин D3-дің өзі 3,5 мың теңгеден сатады. Мен 1466 теңгеден заказ беріп тұрмын. Мына жерде, яғни доставканың үстін басып, толығымен көріп шықсаңыздар болады. НДС-ге міндетті түрде ақша алады. Доставка бесплатно болып тұр. Міне скидкалар барлығы көрсетілген. Қай доставкамен заказ беруге көрсеңіздер болады. Түрлері беріледі. Мен енді тегін доставканы таңдап тұрмын. Міне енді барлығын толығымен тексеріп алып, жақсылап заказымызды бере берсек болады. Оформить заказ дегенді басамыз. Енді оформить заказды басып, астына түсіп барлық товарларыңызды көрсеңіз болады. Енді разместить заказ дегенді басамыз. Бұл жерде информация таможня деген шығады. Яғни иінімізді жазамыз, аты жөніміздің барлығын толық жазып, және де қолданыстағы өзіңіздің телефон номеріңізді жазасыз. Бұл бөлімді толтырудан еш қорықпай қойыңыздар. Ешқандай қорқынышты нәрсе жоқ. Осыларды толтырып, готово дегенді басыңыз. Мен өз басым осы приложениядан заказ беруді үйреніп алғаныма өте қуаныштымын. Болған дейін онлайн магазиндерден сатып алып жүргенмін. Енді тек осы приложениемен заказ беріп жүрмін. Қаншама ақшамды үнемдеп. Міне енді продолжить дегенді басамыз. Жалғастырамыз.
барлығы көрініп тұр. Енді способ оплаты деген кнопканы басып картамызды тіркейміз. 16 сандық карта номерімізді жазамыз. Срок годности жазамыз. Защитный кодымызды жазып, аты жөнімізді жазып, осы картаны сақтап қоямыз. По умолчанию сақтап қойсаңыздар дұрыс болады негізі. Келесіде қайтадан теріп отырмас үшін бір рет жазып барлығын сақтап қояйық. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, ұнаған болса лайк басып, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде пайдалы ақпараттар осылай түсіріп отырамын. Әрқашан сіздермен бөлісіп отыруға дайынмын. Енді продолжить дегенді басамыз. Міне Каспий Голдта менде алынбай қалды, өйткені Каспийде банктен лимитті ашып қойған жоқпын, ұмытып кетіппін. Енді басынан Каспий приложениемізға, яғни мен Каспий картам тіркедім. Өздеріңіз білесіздер, қандай карта тіркесеңіздер, лимитті ашып қою қажет. Енді Каспийден лимитті ашып, басынан приложениемізға кіреміз. Лимитті аштым, енді басынан кірдім. Басты бөлімшемізге кіргенде ожидание платежа деп менде уже дайын тұр. Обновить дегенді басып, обновить платеж дегенді бастым. Обновить платежды басқаннан кейін енді картамнан барлық суммасы өздігінен шешіле береді. Бана картамды таңдадым, Каспийдің. Енді отправить дегенді бастық, міне суммасы алынды. Енді басты бөлімге кіріп, тексеріп көреміз. Мои заказы деген міне заказы сообщенияға кіргенде, сообщенияның ішінде мы подтверждаем деп тұр. Міне заказым қабылданды. Енді отправлено деген сообщение келгенше күтеміз. Почтаға отправлено деп, яғни жолға шыққанын айтып, трек-кодты өзімізге жібереді. Трек-код арқылы Казпочтаға кіріп, қай жерде келе жатқанын барлығын тексеріп отырсаңыздар болады. Посмотреть заказ деп, заказымызды көріп шықсаңыздар болады. Заказды отмена жасауға болады, яғни жолға шықпай тұрып, сізге заттарды жібермей тұрып, отмена жасауыңызға болады. Адресіңізді барлығын тексеріп көріп алыңыздар, қателесіп кетпес үшін. Міне менде келесі күні заказыңыз жолға жіберілді деп маған сообщение келді. Енді мені отправлено деп тұр, отследить заказ деп, заказымызды көрсек болады. Номер отслеживания копировать етіп тексеріп көріңіздер.